Нейрондардың түрлері мен қызметтері. Жүйке ұлпасының қызметі. Жүйке жасушасы нейрон деп аталады. Құрылысы дене, өсінді, жүйке ұштары. Қызметі ақпаратты қабылдау, ақпаратты беру, ақпаратты сақтау. Жүйке жасушасы құрылысының сызба нұсқасын осы суреттен көруге болады. Жүйке жүйесін орталық және шеткі деп үлкен екі топқа бөледі. Жүйке жүйесі орталық, шеткі. Орталық жұлын, ми, шеткі жүйкелер, жүйке түйіндері, жүйке ұлпалары. Жүйке жүйесінің бөлімдері сомалы, вегетативті. Сомалы қан қабылшық еттері, вегетативті ішкі мүшелер. Жүйке жүйесінің қан қабылшық еттерінің жұмысын реттейтін бөлімі. Сомалы ішкі мүшелердің жұмысын реттейтін бөлім. Вегетативті жүйке жүйесі деп атайды. Жүйке жүйесінің сомалы бөлімі ағзаның сыртқы ортамен байланысын жүзеге асырады. Тітіркенгіштіктерді қабылдайды. Адам еркіне байланысты қозғалыстарды басқарады. Аралас жүйке. Орталық жүйке жүйесіне қозуды шеткі мүшелерге. Аралас жүйке дейтін себебі жүйке талшықтарының бір тобы қозуды орталық жүйке жүйесіне, екіншісі одан қозуды шеткі мүшелерге өткізеді. Жұлыннан тарайтын жүйкелердің құрамында әрі сезгіш, әрі қозғалтқыш жүйке талшықтары болады. Жұлын жүйкелері қолдың, тұлғаның және аяқтың қан қабылшық еттеріне таралады. Орталық жүйке жүйесіне өтетін қозу жұлынның тек артқы түбірі арқылы өтеді. Ал одан келетін қозу жұлынның тек алдыңғы түбірі арқылы жүреді. Егер екі түбірден шыққан жүйке талшықтарының бір-бірімен қосылған жері жарақаттанса, жүйкелердің сезгіштігі де, қозғалтқыштық әрекеті де жойылады. Жұлынның құрылысы: ағзат, сұрзат, жұлынның өзегі, жұлын жүйкесі, артқы тамыршалар, алдыңғы тамыршалар, жүйке түйіні, алдыңғы жүлге. Жұлынның қызметі: рефлекстік, өткізгіштік. Рефлекстік жүйке орталығы тізе бел бөлімінде, зәр шығару сегіз көзде, көз қарашығында, арқада. Орталыққа тебетін өрлеу қозуды миға, орталықтан тебетін қозуды мидан жұлын арқылы мүшелерге. Жұлынның қабықшалары: сыртқы, ортаңғы, ішкі. Сыртқы қатты, ортаңғы торлы, ішкі жұмсақ. Жұлын ұзындығы 41-45 см. Жұлынның дәл ортасында іші жұлын сұйықтығына толы болады. Көбелекке ұқсаған сұрзаты ішкі жағында, ағзаты сыртында орналасқан. Жұлыннан екі жаққа 31 жұп жұлын жүйкелері таралады. Жұлынның артқы жағында ұзыннан созылған тік сайшалары болады. Салмағы 26-28 грамм, қалыңдығы 1 см. Жоғары шеті сопақша мимен, төменгі шеті екінші арқа омыртқаға дейін созылып жатады. Цилиндр пішінді. Жүйке орталығы деп жұлынның түрлі бөлімінде орналасқан қандай да болмасын мүшенің жұмысын реттейтін жүйке жасушаларының жиынтығын айтады. Мысалы, тізе рефлексі орталығы жұлынның бел бөлімінде, зәр шығару орталығы сегіз көз бөлімінде, көз қарашығындағы ұлғаю орталығы арқа бөлімінде, тағы да басқа орналасқан. Жұлынның жүйке орталықтары рецепторлар және мүшелермен тығыз байланысты. Қозғалтқыш нейрондары дене, аяқ, қол бұлшық еттері, тыныс алу еттерінің жиырылуына әсер етеді. Жұлынның қатысуымен қозғалу рефлексі жүзеге асады. Жүрек, тыныс алу, ішкі мүшелер жұмысында өзгерістер болады.